Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерлер домашнийін тоқимыз. Өте әдемі шығады. Және жіп сұр жіптен алдым, 2 қабатпен тоқимыз. 2 қабаттап дайындап алдым. Ал енді жұмысымызды бастаймыз. Мен 40-41 деген размерді алдым. 41-ге тоқимын. Ол үшін бастау үшін мен осы жерге қолымды қойып, 4 саусағымды қойып, осы жерден белгі сап қойдым. Осы жерден бастаймыз. Күршік кіргізген жерімізден енді біреу алып шығамыз. Және осынша қалдырамыз. Артық жіп. Енді ұзын жұмыс жібімізді алып шығамыз. Бұл біріншіге біреу тоқимыз. Екінші яшығымыз. Бұл жерге 2 тоқимыз. Біреу, 2. Мына басына біреу, мына басына біреу тоқимыз. Қалған мына жақтардың бәріне 2 тоқимыз. Енді екінші яшығымыз ыңғайсыз болып тұр. Біреу, 2. Осылай шықты. Мына жаққа 2 айналдырып, осы қарама-қарсы бетіне шейін алып келеміз. Бұлай әрқайсысына 2-2-ден тоқып, мына ең соңғысына келдік. Осы жерден осы жерге біреу тоқимыз. Бұлай бірдегі алып аламыз. Ең соңғысын бастағандай біреу тоқимыз. Енді біреу көтереміз төбеге қарай. Енді домашнийімізді ішкі қаратып, осы жерден мынау осы жерде, мынау бос емес, келесі яшыққа жаймен тоқимыз. Біреу, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жаймен 7 тоқыдық. Енді ораммен осы жерге шейін ораммен тоқимыз. Жаймен 7 тоқыдық. Енді ораммен 1, 2, осылай ораммен осы жерге шейін алып келеміз. Ораммен осы бетке шейін келдік. Менде 7 жаймен, ораммен 23 болды. Енді осы жерден біреу көтереміз. Төбеге қарай енді аяқ киімімізді оң қаратып, оң жағын тоқимыз. Бұл жерде осы мынау көтерген жерімізде яшықтан бастаймыз. Өзінен осылай жаймен тоқимыз. Осылай жаймен тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Жаймен тоқып, осы бұрышқа шейін келдік. Енді мына жерде бізде ең соңғы яшығымыз қалды. Сол жерден жұмыс жібімізді күршігімізді кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, осы жерден аяқтаймыз. Осылай жұмыс жібімізді ортасына ашып, жібімізді өткізіп, осы жерден аяқтаймыз. Және артығынан осынша алып қырқамыз. Енді домашнийіміздің мына бетін тоқимыз. Осы жерден осылай жібімізді қойып, мына бетіне жібімізді қойып, осылай алып келеміз.
белгі қойып, осы жерден бастаймыз. Тағы осындай жіп қалдырып, осы жерден бірінші ұяшығымызды бастаймыз. Бұл жерден екеу көтереміз. Біреу, екеу. Енді ораммен әр ұяшыққа бір білеуден тоқимыз. Осылай ораммен тоқып, жерде 7 ұяшық қалғанша осы жерге шейін тоқимыз. Ораммен тоқып осы жерге шейін келдік. Енді менде мына жерде 7 ұяшық қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл 7 ұяшықты жаймен тоқимыз. 1, 2. Осылай жаймен тоқып осы жерге шейін алып келеміз. Осы бетіне келдік, жаймен тоқып. Осы домашний басталғанда осы жерге мен 2 саусақты қоям, осы бетіне. Осылай туралаймын. Енді біз 16 ұяшық көтереміз. Былай. 1, 2, 3. Осылай 16 ұяшық көтереміз. Мұны осы жерге шейін келдік. Менде 16 ұяшық болды. Енді осы жерді қосамыз. Бірінші ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, крючоктағы жіптен өткіземіз. 1. Келесі ұяшыққа кіргізіп, тағы бекітеміз. 3-ші ұяшыққа кіргізіп, тағы бекітеміз. Сонда бізде 3 болды. Енді осы бетін қаратып, крючогымызды ненің астынан кіргізіп, жұмыс жібімізді астына шығарамыз. Енді осылай 1, 2, тағы бір рет көрсетейін. Крючогымызды жіптің астына шығарып, былай шығарамыз. Енді жұмыс жібімізді 2-ден шығарамыз. Қазір менде 3 болды. Осыдан осы жерге шейін 18 тоқимыз. Мына жаққа шейін менде бірінші қатарым 16 болды. Екінші іш жағынан тоқығаным 18 болды. Енді осы жерден, осы жақтан, мынау бос емес, келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді ішкі жақтан шығарамыз және бекітеміз. Енді екінші ұяшықтан кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, тағы бекітеміз. Енді 3-ші ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, тағы бекітеміз. Енді оң жағын тоқимыз. Енді мынау ұяшыққа, мынау тұрған ұяшықтың ішіне кіргізіп, арт жағынан шығарамыз крючогымызды. Енді жібімізді осы неден шығарамыз. Осылай шығарып, келесі мынау тұрғанымызға крючогымызды кіргізіп, жіптің артқы жағынан шығарып, жібімізді сол жіптің артқы жағынан шығарамыз. Және тағы бір көрсетейін. Крючогымызды мына жіпке кіргіземіз. Осылай мына жақтан шығарамыз, мына бетінен. Енді жібімізді осының артынан шығарамыз. Осылай крючогымызды кіргізіп, осылай кіргіземіз. Жұмыс жібімізді шығарып, осылай бекітеміз. Осылай тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Мына бетіне шейін тоқып әкелдім. Менде 18 болды. Енді осы жерден тағы жанынан тағы 3 орамыз. Мынау бос емес, келесі ұяшыққа кіргіземіз. Біреу ілеміз. Келесі ұяшыққа кіргізіп, тағы біреу ілеміз. 3-ші ұяшыққа кіргізіп, тағы ілеміз. Енді аяқ киіміміздің ішкі жағын тоқимыз. Ішкі жағы 19 болу керек. Осылай, біріншісін осы бұрыштан бастаймыз. Біреу,
екеу, үшеу. Жаймен тоқимыз осы бетке шейін. Менде ішкі жағы 19 болды. Дәл осылай бұрыштан тағы үшеу іліп аламыз. Біреу, екеу, келесі ашыққа үшеу. Дәл жаңағы ұзыр сағанымыздай тағы тоқимыз. Мінекей кіргіземіз арт жағынан жұмыс шыбымызды ішкі жағынан алып шығамыз және жұмыс шыбымызды екеуінен өткіземіз. Келесі яшқа кіргізіп, мына бетіне шығарып, жұмыс шыбымызды алып шығып, енді екеуінен біреу шығарамыз. Дәл осылай, төбесін осылай, астын жаймен тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Бұлай тоқып келдік. Енді менде асты жағы 27 болды. 27. Мына жақта менде үшеу қалды. Біреу, екі, үшеу. Соның мынау ең соңғы үшіншісінен кіргізіп, жұмыс шыбымызды шығарамыз. Енді мынау күршектағы жіпке бекітеміз. Осы жерден жұмыс шыбымызды ашып бекітеміз. Солай бекітеміз. Мінекей үш жерден бекіттік. Енді мынау бағанағы бір тоқыған жерімізге күршекті кіргізіп, бастаған жерімізде біреу болды. Содан жұмыс шыбымызды алып шығамыз. Осылай біреу алып шығамыз да, біреу көтереміз. Енді қасындағы мынау яшыққа кіргізіп, үш жерден жұмыс шыбымызды алып шығып, күршектегі жіптің ортасынан өткіземіз. Енді жұмыс шыбымызды, күршегімізді мынау яшықтың бірінші мына жеріне кіргіземіз. Жұмыс шыбымызды алып шығып, осылай тоқимыз. Бір, мына жерге екеу, жаймен тоқимыз. Мына жерге үшеу, жаймен тоқимыз. Енді келесі яшыққа, мына келесі яшығымыз сүтіп, жаймен тоқып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Осылай тоқып, осы жерге шейін әкелді. Менде 31 болды. Осы бұрыштан солай ортасын ашып, жұмыс шыбымызды шығарып, бекітеміз. Енді осы жерден жұмыс шыбымызды сыртқа қарай, жұмыс шыбымызды сыртқа қарай шығарып, осы жерден бастаймыз. Мына бір тоқыған жерімізге тағы біреу тоқимыз. Енді мынау яшықтарға әрқайсысына екеу тоқимыз. Біреу, екеу, біреу, екеу. Осылай тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Екеу, әр яшыққа екеуден тоқып, осы бетке келдік. Мына жерден яшыққа кіргізіп, жұмыс шыбымызды шығарып, біреу көтереміз. Менде мына орта мен мына орта 28 болды. Мен жері үшеу, мына жағы үшеу болды. Сонда 34 болды. Осы беттен осы бетке шейін. Енді ең соңғы оюымызды саламыз.
келесі яшыққа кіргізіп жұмыс жібімізді шығарып мына күлчоктағы жіптен өткіземіз, көтереміз. Келесі яшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді шығарып күлчоктағы жіптен өткіземіз, және біреу көтереміз. Келесі яшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді шығарып күлчоктағы жіптен өткіземіз, және біреу көтереміз. Дәл осылай осы бұрышқа шейін апарамыз. Ойымызды осы бетке шейін алып келдік, бұрышына шейін. Енді осы жерде біреу көтеріп, және мынау бұрыштағы емес, мына қасындағысын жұмыс жібімізді шығарып күлчоктағы жіптен өткіземіз. Жібімізді тартып, жұмыс жібімізді екі жіптің ортасынан өткіземіз. Осылай қарқап аламыз. Осылай аяқтадық. Кейін мына жібімізді осылардың ортасына жасырамыз. Осымен аяқтаймыз.